Сәлем қыздар, бүгін өте дәмді әрі ерекше котлет пен картоп пюресін дайындайтын боламыз. Осы видеода мен сіздерге қалай котлеттердің осындай ерекше болатын әрі пюрені қалай осындай нәзік қылып шығаруға болатын туралы барлық құпияларымен бөлісетін боламын. Менімен бірге дайындауға кеңес беремін. Ең алдымен картопты дайындап аламыз. Ол үшін оны жуып, тазалап, осындай бөліктерге бөліп, үстіне салқын су құйып, бетін жауып газға пісіруге жібереміз. Котлетті дайындаймыз. Ол үшін қажетті фарш, 2 штук нан, сүт, тұз бен бұрыш және пияз қажет болады. Ең алдымен нанды жұмсартып қоямыз. Ол үшін оған сүтті құямыз да, кейін басқаларын дайындай береміз. Яғни жуаны алып, осылай ұсақтап турап аламыз. Одан кейін дайын пиязды фаршқа қосамыз. Кейін нан осылай жұмсарғаннан кейін, одан артылып қалған сүтті басқа ыдысқа төгіп, нанды начинкаға қосамыз. Және де дәміне қарай тұз бен бұрыш салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Котлетке арналған фаршымыз осылай дайын болды. Кейін оны кішкене бөліктен ала отырып, котлеттің формасына келтіріп, яғни дөңгелектейміз. Жан-жағынан және екі жағынан осылай дөңгелектеп отырып, барлық котлеттерімізді дайындап аламыз. Котлеттеріміз дайын болды. Осындай болып шығады. Кейін подливаны дайындаймыз. Ол үшін қажетті сәбіз, пияз, біраз қасық ұн, біраз қасық томат пастасы және тұз бен бұрыш. Кейін табаға шемішкі май қосып, оны қыздырамыз. Одан кейін оған котлеттерімізді осылай орналастырамыз. Барлығын орналастырып аламыз да бір жағынан 2-3 минуттай қуырамыз. Одан кейін аударып, екінші жағында дәл солай қуырып аламыз. Котлеттер дайын болғаннан кейін оны алып тастаймыз да, осы табаға жуаны саламыз, оны жақсылап қуырамыз. Одан кейін сәбізді салып, екеуін қуырып аламыз, кейін оған ұн мен томат пастасын қосамыз да, екеуін жақсылап араластырамыз. Кейін дәміне қарай тұз бен бұрыш саламыз. Және де қайнаған суды құйып, жақсылап барлығын араластырамыз. Және дайын котлеттерді бетіне орналастырып шығамыз да, табамыздың бетін жауып, 10-15 минуттай пісіреміз. Котлеттеріміз дайын. Кейін пюрені дайындаймыз. Ол үшін қажетті жылы сүт, ерітілген сары май, тұз бен бұрыш және піскен ыстық картоп. Сары майдың ерітілген болуы және сүттің жылы болуы өте маңызды, себебі ол пюренің түйіршіксіз және өте нәзік болып шығуына әсер етеді. Осының барлығын картопқа қосамыз да, картопты өзіңізге ыңғайлы ыдыспен езесіз. Негізінен мен сіздерге миксермен езуге кеңес беремін, себебі осылай жасағанда пюренің текстурасы өте воздушный болып шығады. Пюре дайын, баршаңызға ас болсын.